Апта ішінде Ақмола облысының үкіметтік емес ұйым өкілдерін Степногорск қаласы жинады. Мұндағы басты мақсат өзара тәжірибе алмасу. Үкіметтік емес ұйымдар мен әлеуметтік орталықтар жұмысындағы біріктірілген тәсілдер тақырыбындағы семинар өмір орталығында ұйымдастырылды. Кездесу барысына Нұр-Сұлтан қаласындағы Америка Құрама Штаттары елшілігінің өкілдері арнайы келді. Барша жиылған меймандарды қала әкімінің орынбасары Гүлназ Әбілова қарсы алды. Очень рада приветствовать неправительственный сектор, общественные объединения. Үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық бірлестіктерді қарсы алып отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі таңда Қазақстанның азаматтық қоғамының дамуын бірлестіктерсіз елестету мүмкін емес. Менің ойымша, осындай семинарлар арқылы әрекет ету тетіктері түсіндіріліп, өзара қарым-қатынас орнатуға болады. Сонымен бірге шетелдік донорлардың, яғни қаржыландырушы ұйымдардың көмегімен өз жобаларымызды жүзеге асыра аламыз деген ойдамын, деді әкім орынбасары. Кездесу жалғасында сөз алған қала мейманы, ақш елшілігінің пресс-атташесі Шон Боданың пікіріне сай, қазіргі таңда дипломатиялық миссия тек мемлекеттік органдар арасында ғана емес, сондай-ақ азаматтармен жасалатын қарым-қатынастар болып табылады. Сол себепті де бүгінде осы балансты жалғау үшін арнайы шағын гранттар бағдарламасы әзірленген. Бұл қаржыландырудың ерекше түрі. Осы арқылы азаматтық бастамаларға қолдау көрсетіліп келуде. And to tell you a little bit about the Small Grants Program, we've been implementing this program since the year 2001. Шағын гранттар бағдарламасын 2001 жыл бастаған болатынбыз. Бұл жоба 18 жыл бойына жалғасып келуде. Өткен жылы түрлі мақсаттағы 30 жобалар іске асырылып, қаржыландыру шамамен $600 мың құрады. Десек те, бұл жобалардың мақсаты әртүрлі. Солардың бірі жыныстар теңдігі, әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту болып табылады. Көріп тұрғаныңыздай, Степногорск қаласындағы жоба осы бағытта жұмыс жасауда, деді мейман. Үкіметтік емес ұйымдардың маңыздылығы кеңінен талқыланған семинар жалғасында қала қонақтары өмір орталығының тыныс-тіршілігімен танысты. Мамандармен тілдесіп, қызықтырған сауалдарын жолдап, жауап алуға да мүмкіндік туды. Уникальность программы сегодняшней встречи в том, что мы впервые вообще у нас такой выездной семинар. Бүгінгі кездесудің ерекшелігі Степногорск қаласында өтуінде. Біздің азаматтық альянстың жиындары тек Көкшетау қаласында атқарылатын еді. Бұл жолы ұйым өкілдері тәжірибе алмасып, әлеуметтік бағытта жақсы дамыған Степногорск қаласының үлгісін үйренуге келді. Атбасар және Степногорск өңірлері бүгінде бұл бағытта көш бастап тұр. Дәл осы жерде мемлекеттік мекемелердің, бизнестің, шетелдік донорлардың және қоғамдық бірлестіктердің жақсы жұмысына көз жеткіздік деп оймен бөліскен төрайым кездесулерге Ақмола облысының 19 үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысқан алға тартты. Күні бойына жалғасқан семинар барысында тренингтік бағдарламалар диалогтық алаңдарда қамтылып, оның қатысушыларына кең көлемді мағлұматтар берілді.